Ассалаумағалейкум, қадірлі қалайық. Мен бір әнге байланысты, әннің тарихына қатысты әңгіме айтып бергім келеді. Өйткені көптеген оқырман тыңдаушы көрермені сұрап жатады. Бұл ән әлем халқына белгілі «Махаббат бер маған тағдыр». Димаш Құдайбергеннің орындауында әлемді шарлап жүр. Және өзгелердің қазақ тіліне деген іңкәрлігін, құштарлығын оятып, олар да осы ән арқылы қазақ елін, қазақ тілін, қазақты тану үстінде танып жатыр десек, артық айтқаны болмайды. Иә, әннің тарихына оралсақ, бұл сонау 2017 жылы, 2016-17 жылдар жазылды. Жазылғанда оған дейін композитор Айгүл Бажанова маған Facebook желісінде шығып, сіз ақын екенсіз, мен композитормын, шығармашылықта талпыныс жасап көрсек деп, менің біз деп аталатын бір өлеңімді көшіріп алған екен. Ол адамның жасына байланысты өлең, бірақ әрі күттім, бері күттім, бір ай, екі ай өтті, ән жоқ. Сосын өзім шықтым мессенджер арқылы Айгүлге. Қалқатайым, қарындасым, ән қайда деп. Аға, өлең жоғалып кетті, ән жоқ дейді. Сосын былай деп айтамын Айгүлге. Ендеше композиторларда дайын жатқан бір әндер болады ғой, жатып алған. Сізде сондай ән жоқ па, мен соған өлең жазайын әуенге байланысты деп. Сонда көңіл күйзелісімнің бір қатты кезеңінде осындай бір әуен шыққан. Ешбір ақынға сөз жазып берді ұсынған жоқпын. Соны сізге берейін дейді. Бірақ ішінде осындай махаббат деген сөз болса екен, махаббат бер маған дегендей сөз болса екен деген тілегін айтты. Содан сіңіргенше тыңдадым бірнеше қайтара. Сосын алғашқы сөздері жазылып, бір нұсқа, екі нұсқа Айгүлге жібердім. Қабыл алған жоқ. Жүріп үшінші нұсқа шықты. Оны қошалды. Содан оны Медеубет деген бір қарындасымыз айтатын болып опера әншісі екен. Бір жылдай жүрді сондай. Айтылған жоқ. Сөйтіп жүрген кезде Димаш әншіміз Қытай жеріне барып, үлкен жаңа байқауға, әншілер байқауына қатысып жатты. Сөйтіп жатқан кезде балаларым бір күні Инстаграмнан фото келіп тұр маған. Әке, қараш, Димаш Құдайберген қазір Қытайда жүр ғой әнші. Мұнарада біздің үйдің алдында, фонда біздің үй тұр. Суретке түскен дейді. Қарасам Димаш тұр, шынайы артында фонда біздің үй. Сонда сездім, Алла тағала шүкір деп. Бір Димашпен өнерде байланысымыз болатын болып тұр ғой деп. Жан жүрегім жыл болып кетті. Сездім, бір байланысым болатын. Бірақ ол қандай байланыс екенін білген жоқпын. Бір уақытта өтіп өтір. Не керек? Айгүл Димашқа әкесі Қанат бар, оның шығармашылық ұжымына өзінің әндерін ұсынған ғой. Менің естуімше сол кезде Димаш жаңағы Қазылар алқасының сараптауынан өтіп, соңғы мәреге жақындап қалды. Гала концертке дайындалып жатыр деп отып. Қазақша ән айтқысы келеді. Оған 50 шақты ән ұсынған деп айтады. Соның 5-еуі Айгүлдікі, қазақша. Сол 50 шақты әннің ішінен махаббат бер маған тағдырды қалап таңдап алыпты. Содан Алпамыс Шарым деген жігіт Оралдың Димаштың қасында болды, маған шықты. Аға, құтты болсын, сіздің әніңізді айтайын деп жатыр деп. Мен білем деп қоям, қайдан білесің деген үндеген жоқпын. Мен жаңа фото арқылы 2 ай бұрын біліп отырмын. Содан осыған Димаштың тілегі, бұнда 2 шумақ бір қайырма. Және бір қайырма керек дейді жазуға. Жарайды деп 3-ші қайырманы жазуға отырдым. Димаштың айтатыны анық. Содан сөнбейді үміттің шырағы, қиыннан жасқанбадым, қай жерде бақыттың тұрағы, самғайды қасқалдағың деген шумақ туды ғой жүректе. Қара бауыр қасқалдақтай, қазақтың қасқалдақтай қара баласы Димаш самғайды қасқалдағың деп жазылды. Кейде самғайды асқақ әнім деп аздап өзгерткен, бірақ қасқалдағың түпнұсқасы алғашқы.
сөйтіп жазып жатқан кезде, ей алла тағала, осы ән әлемді шарлап кетсін, Димаштың шырқауымен деп тіледім. Бұдан маған ештеңе қажет емес деп. Сол айтқанда, иншалла, Бейжің көгінде, миллиардтаған Қытайдың аспанында, одан кетті ғой, Америка, Лас-Вегас дейді, Лондон, Мәскеу, Кремль, өзіміздің елдер. Сөйтіп қанша жыл өтті, әлі күнге осы ән, бүгінгі жастардың тілімен айтпақшы, хит деймі, солай болды. Қазақша өміршең ән дейміз бұндайды. Өміршең әнге айналды. Оның мен автор ретінде әрине қуанам, бірақ менің қуанышым қазақтың тілі, біздің мемлекеттік тіліміздің, мәртебелі тіліміздің әлем халқының әуесінде шалықтап, шарлап жүргені, Димаштың орындап жүрген, сол маған мерей, мақтаныш. Басқалай ат жөнінің айтылуы мен үшін маңызды емес. Басты марапат біздің тіліміз. Қысқаша айтқанда, махаббат бермеген тағдырдың әннің тарихы осындай. Көп рахмет.